Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, бүгін күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Сол жайлы әрине комментарияға жазып кетіңіздер. Бүгін мен тағы да бір ойын ойнап сіздерге көрсетейін дедім. Яғни бұл Clash. Білесіздер шығар, Clash ойыны. Өте қызықты ойын ұнап қалды. Бүгін сіздермен осыны ойнайтын боламыз. Үйренбегендер, білмейтіндер болатын болса, конечно, сіздер де ойнап көріңіздер, қызықты ойын екен. Бірақ бұны күшейту өте қиын екен, базасын күшейту қиын екен достар. Соның үшін әрекет етіп уже күшейте бересіз. Мен уже 23-ші уровеньге келдім. Мынау қазір барлығын түсіндіремін, қалай не екендігін дегендей да. Ендеше біз бастайық. Оның үшін әрине сіздер подписан болыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар достар. Егер де осы менің видеом 50 лайк жинайтын болса, мен сол кезде осының екінші бөлімін шығаратын боламын. Соның үшін давайте 50 лайкты жинау өте оңай деп ойлаймын. Соның үшін тез етіп жинап тастайық и екінші бөлім менен күтіп қалыңыздар. Бірінші үйрететін жайт бұл достар мынандай база болады, бұл бір база болады. И бұны біз күшейтуіміз керек. Бұны қалай күшейтеді? Мына шетіндегі нелер тұр ғой, мыналар. Вот. Міне, мыналар тұр ғой. Бұлар соның бізде үйіміздің несі бар ғой? Дуал. Бұл сол үйлерінің дуалдары бұл достар. И кейімізде достар ке, мына ең ортасында тұрған бұлардың басы миы деп айтсақ та болады. Ең несі. Бұны күшейткен сайын береді. Яғни алатын заттарымызды көбейе береді түсінгенде. Түсіндірім бойынша тілінде бұралып сөйлей алмай кеттім ғой. И осылай мына жер төменде магазин деген болады. Қазір көрсетемін сон. Вот қараңыздар достар. Мына жерде мына сол миы. Яғни осы Clash ойынының миы бұл. Вот. Миы, түсіндіңіздер ма? Мына жердегі бұл нелер, мыналар міне. Вот мыналар бұл сол біздің үйімізде дуал болғандай, бұл да солай оның дуалдары. Яғни сол басқалар осы жерге хұжым етеді ғой. Яғни басқалар осы жерге не істегенде осы үйді бұзып жібермеу үшін көмектесетін дуалдар, түсіндіңіздер ма? Көбейлеп тұрған 23 деп тұр ғой міне. Сол 23, міне 23. Бұл да сол уровень қайсы өтіп жатқандығын көрсетеді. Бұл мына ақшалардың орнын көбейтуге көмектеседі. Мына жерде сіздер бұны бітіріп, не шыққан кезде міне алмаздар алсаңыздар болады достар. Түсіндіңіздер ма? Міне өздеріңіздің нелеріңізді қоясыздар мына жерге, автоматный оружиелерімні көп тұрғандарыңызда, мына жерде мынандай екі түрлісі болды, міне тиыны болады қазір. Түсініп жатсыздар ма өзі? Вот қазір көрсетемін. Мына жерде міне тиыны болады. Ой. Не? 629 деген осылай екі түрлісі болады да. Екеуінен де болады. И міне мына жерде ол дуалдарын күшейтеді. Үстіне басқан кезде 100 дегенді басасы, қазір ол ашылған жоқ. Уровеньді көбейту керек, сол кезде ашылады. Солай мына жерде магазин деген болады. Сол магазин өздеріңіз ашылған кезде сол қойып аласыздар мына жерге. Өздеріңіздің солай базаларыңызды күшейте бересіздер. И бұл жерде бізде ең активный, яғни ең керегі бұл бізде бой, яғни күреске түседі, яғни басқа жерлерге хұжым етеміз. Қазақша қалай толы мүлдемесін емес қазір. Басқа бізге ұқсаған солай базаларға бізде солай жерге өзіміздің адамдарымызбен бойға шығамыз. Түсіндіңіздер ма? Солай шығамыз. Мына жерде подбор 550 теңге дегенді басамыз. Мына жерді басамыз. И в бой дегенді басамыз. Мына жерде өзіміздің адамдарымызды қанша екендігін көрсек болады. Мен уже 8-ші уровеньде болғандықтан мына адамды ашылған көрдім, осы адамды ашылған. И в бойға шығамыз уже.
И ақшасына қараймыз. Мына жерде ақшасы болады өзінің. Көрдіңіздер ме? Бұның ақшасы не? Аз. Міне, ақшасы болады өзінің. Бұның ақшасы аз, соның үшін даляны басып өтіп кетеміз. Басқа базаларды көреміз. Ақшасы көптеу. Сол ақшасына мән беру керек. Мына жерде 348 мың достар. Күшті. И осы жерге біз уже бойды бастаймыз. Мына жердегі ақшаларына, нелерінің қарауымыз керек. Сол жерге адамдарды қою керек. Бірінші адам мынандай басып, и ақша тұрған жерге қоям. И үстіне бір бассаңыздар күшейеді. Көрдіңіздер ме? Уже алтынды жинап алып жатырмын. Көріп тұрған болсаңыздар. И же мына автомат ататындарды қоямыз. Қай жерде нелер бар, жинайтын нелер бар, сол жердегі қойып шығамыз. Уже екіншісі, уже бұнда сол қойып шыға береміз. Уже ақшасы азайып жатыр. Көрдіңіздер ме? Төбеде ақша көрдіңіздер ме? Уже барлығы қойып шыға берсіз. Түсін шешті ме? Өте қызық ойын бұл. Бір ойын өте шыға алмай. Маған да жеке үйреттім. Енді күтіп отырамыз. Ақшалар барлығын жинап шыққаннан кейін датча дегенді басып шығатын боламыз. Уже болды. Өлді барлығы, сол үшін шығып кетеді. Көрдіңіздер ме? Міне ақшаны жинап алдық. Мына жердегі нелерді күшейтсек болады. Мысалы, мына үстін басып, 2000 теңгені басып, сол күшейтсек болады. Күшейіп жатыр. Бір минутта уже дайын болады. Түсіндіңіздер ме? Мынаны да тура солай. Көрдіңіздер ме? И мыналарын да солай тура солай күшейте береді. Так. Жетпейді екен ақша бұған. Мейлі. И тағы да бойға шығамыз достар. Ақшаларын барлығын қырып кетейік, я. Сіздер де ойнағансыздар ма, әлде ойнамағансыздар ма? О май гад, мына ақшасын қараңыздар достар. Бұның барлығын қырып кету керек. Тура осы жерге қойғым келіп тұр мен ақшаны. Мына жерге қойып тұрып, мынандай осы қоя береміз. Ақшасы жараса бұлардың достар не? Аружылерді өте күшті болады. Қараңыздар, көрдіңіздер ме? Адамдарды өлтіріп жатыр. Хотя все. Бағанан да аз ақша жинаған қайтты. Уже көрдіңіздер ме? Топ жатыр да. Ал мына төбеде 23 дегені бұл сол ақшаның бочкасын көбейтіп береді. Тағы да бойға шығайық. Тағы да бойға шығайық достар. И мынаның да ақшасы көп екен. Осыған шығамыз бойға. Так, бисмилля деп бастайық енді. Шығамыз бойға.
Şu 49 minut kazandık. Так. Көрдім достар, мына уже 882 мың болып толып қалып жатыр. И сонымен толады бұл. Соны күшейту үшін біз осыны күшейтуіміз керек. Понял? Ха. 18 не дейді ғой. Ақшасын көбейтсе болады екен достар. Біраз өтіп тағы да кіремін. Қазір клаш екен ғой. Флеш, что там ба флеш? Мак, не болды. Короче, солай достар, үйрендіңіздер деген үміттемін. Бүгінгі ойын қалай өтті? И мынандай сандықтан ақшалар да береді достар. Ақшалар емес, былай жеңіп алсаңыздар да болады. Түсінсіздер ме? Осылай магазиннен вот так. И достар, сонымен сау болыңыздар, аман болыңыздар. Бүгінгі видеом қалай болды? Ұнаған болса, әрине подписка мен лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, әрине қоя берсеңіздер болады. Мен сіздерді тыңдамастым, оқимын дегендей да. Сол үшін қолдап кетулеріңіз мен үшін маңызды достар. Сол үшін сау, аман болыңыздар. Пока!